Видео басылмай жатып достар, сендерге Discord серверімді ұсынамын. Бұл Discord серверде сендер менімен общение, питчение істей аласыңдар. Серверде бәрін бірге жиналып, бірігіп ойын ойнай аласыңдар. Егер уақытың болып жатса, сол Discord серверге кіріп, сендермен сөйлесе аламын. Маған сұрақ қоя аласыңдар, және де сол сервердің ішінде донат болады. В общем, қызықтың бәрі сол серверде болады. Кіріңдер, ссылка описанияда. Қысқасын айтқанда, қартайдым. Ол күні мен ұйқыдан тұрдым. Әйтеуір шүкір тұрдым, әлі тірімін. Кстати, мен қартайдым, байқадыңдар ма? Байқамай қайтесіңдер. Мен сияқты соқыр емессіңдер ғой. Вот осылай өмір сүріп келе жатқаныма неше кім болды? Білмеймін. Ұмытып қалдым. Бірақ қалай қартайып кеткенімді білемін. Кішкентай кезде маған ата-анам суға түсе берме дей беретін. Әйтпесе қартайып қаласың деген. Мен ондай әңгімелерге сенбедім. Потом душқа түсіп бастадым. Ең алдымен менің саусақтарым қартайды. Ол да әрі қарай дым болмайды деп ойласам, душтан шыққан соң шал болып кеттім. Ал керек болса, вот сол күннен бері мен әлі атамын. Қызық жалпы, иә? Күндері менде іш пысатындай болып өтуде. Қарным ашты. Бүгін гречка жеймін. Сендер де жеңдер гречканы. Өте пайдалы. Уф, тойдым. Ауа жұтып келу керек еді. Мен саябақта жүрдім. Азақ жүрдім. Скамейкада өз-өзіме сөйлесіп отырдым. Қасымдағы адаммен бірге политика темасын қозғап отырдым. Мені скейтбордпен чөт қағып кетуге жазған балаға ұрыстым. Оған ақыл айттым. Үлкендерді сыйла дедім. Сыйламасаң вертушкамен бір теу жіберемін деді. Қыздарға жем бердім. Оларға да на всякий случай ақыл айтып қойдым. Уф, нормально ауа жұттым ау. Үйге келдім. ютубтан соғыс жайлы фильм қарап отырдым. Фильмнен шаршадым. Жаңалық қарауды шештім. Жаңалықтарда жаңалық жоқ. Түн батты. Ұйықтайтын уақыт келді. Мен ұйықтадым. Ертесі күні мен ерте тұрдым. Протезімді таба алмай тұрдым. Мен оны іздедім. 1 сағат, 2 сағат. Мен ақыры протезімді таба алмадым. Бірақ давление өлшегішті тауып алдым. Давлениемді тексердім. Өте жоғарыны көрсетті. Дәрімді ішіп алуым керек. Дәрімді іштім. Дәріні ішіп болған соң магазиннен темекі алуды шештім. Сатушы маған темекіні сатпады. Понятиең 0 деген. Кажется, ешқашан алмайтын сияқтым, қанша үлкен болсам да. Керек еді ол маған. Алмай-ақ қойған жақсы тіпті. Зиянға денсаулыққа. Сендерге де кеңес беремін айналайындар. Остановкада автобусымды күтіп отырдым. Құрдастармен бірге автобус күтіп тұрмын. Мен автобусқа отырдым. Точнее, тұрып тұрдым. Чөті жастар маған орын бермей тұрды. Жастар, тұрыңдар, шеш маған орын айып тұрсыңдар ма? Ұятсыздар. Мен орныма отырдым. Ұйықтап қалдым. Bir кезде менің остановкам келді. Менің деппін ғой, жүрегімнің. Ладно, ойнам айтам. Әзілің жарасы атаңмен ойна дейді ғой, атаны қайдан көріп түскің мұнда? Мен ата болудан шаршадым. Ашы, осылай істеуге болатын беді? Мен дала шықтым. Бұл натуре бір түрлі болды. Bir кезде жерде монета тауып алдым. Соны алайын деп атсам арқам қатырылып кетті. Оказывается, ол теңге емес, жай қаппақ болып шықты. Қысқасын айтқанда, қартайдым.